Tanıymısın sen bizde, biz Қазақтың баласы, biz Қазақтың баласы. Бәрекелді құрметті қонақтар, жиылған игі жақсылар, мәртебелі меймандар. Аллаға шүкір, бүгін міне дәуіттің көжесіндей төгіліп, сауыттың көбесіндей сөгіліп, адал мен ақ ниетпен жайылған Серік ағамыз бен Гүлнар тәтеміздің алтын дастарханына алтын бастарың жайғасып болса, күміс қасына иыққасы, Айгүл қыздың ұзату тойына қош келдіңіздер деген құттықтар. Той құтты болсын қазақ елі. Енді көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Қазақ айтады, амандасу адамдықтың белгісі. Сәлем сөздің анасы дейді. Өздеріңіздей мәртебелі меймандармен ең бірінші амандасып алайық, сәлемдесіп алайық. Ал жұртым, біз тартатын жамбыны бер, сөзімнің таңдап алсам даңқылы дер. Маңдайымнан сипаса қалың қазақ, таңдайымнан талқысып таң білінер. Бүгінгі тойларыңызда торқалығып өткізейік, жігітем жастайына мәнді білер. Армысың көкбөрін ұрпақтара, ассалаумағалейкум, қазақ деген мәңгілік елде ұмытсам. Той құтты болсын ағайын. Ал енді олай болса ардақты ағайын. Әрине қазақ аттан құласа да салттан құламаған. Қорасы қой баққан, найзамен түйреп жеген қазақтың ұрпағы ретінде ауылымызға ат басын бұрып, өскен өнген әулеттің күміс қастай қызының қолын сұрап, жолын сұрап, әулетімізге құда болып, тойымыздың төрінен ойып тұрып орын алайын деп келіп отырған біздің жаңа құдаларды, Серік ағамыздың жаңа құдалары шама кезде құрмет, қошеметпен той төріне шақырсақ деген ниеттеміз ағайындар. Олай болса, қолдарыңыз бос болса, қошеметтеп отырайық, ортаға жаңа құдалар шақырайық ағайындар. Шама кезде болса қошеметтен. Сіздерді арлы-берлі жүгіртіп мазаларыңызды алайын деп отырған жоқпыз. Салиқалы салмақ түрде біздің жаңа құдаларды тойдың төріне жайғастырайық ағайындар. Келіңіздер, ауыл ағалары жолымыз. Құдай-ау, той төріне шығамыз деп жатырмын, той төріне. Бәрекелді. Той төріне. Атадан текті туған күйеу балаларыңызды ортаға шақырайық деп отырмыз ағайындар. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар, қолдарыңыз әрине бос болса ортаға Қалғат есімді күйеу балаларыңызды шақырайық ағайындар. Қошеметтің барлығы қаратқа болсын.
болмайды. Қанат, қош келдің, қош көрдік, той құтты болсын. Қарасам егінді ұстап алыпсың, біреудің алып кетті. Кімге? Бәрекет. Маман алып. Бәрекет, олай болса мамаңызға табыстап қойыңыз қазір. Нағыз қазақтың ұлы. Ал Қанат, мына жерге келе ғой. Қазіргі жігіттер пысық келе сап мама деп алады ғой, бәрекелді. Қанатқа бір қошемет ақ қойыңыздар, анасын құрметтеп жатқан. Ал енді ардақты ағайын, өзіміздің төл баламыз, бүгінгі үкілеген үмітіміз. Әрине қазақта жақсы сөз бар. Қыз бала ұзатылған кезде өзімен бірге өзге әулетке бір-ақ дүниеден алып барады екен. Ол әрине аяулы ардақты әкенің махаббатына ағайындар. Олай болса осындай махаббаттың белгісін аямаған бүгінгі айгүл қыздарымызды Қазына ансамблінің сүйемелдеуімен ортаға шақырайық. Тіліміз тасқа, ойымыз басқа. Алла жастарды тіл көзден сақтасын деп бір құрметпен ортаға шақырайық. Бәрекелді. Тарихи сәт болса қошеметтеп қойып ағайындар.
әрине әкенің батасы деген осы шығар. Серік атамыздың батасы қабыл болсын. Әкелердің маңдайдан сүйгені алдымыздан алла жарылқап, таңдайымызға тәңір түкіргендей болады. Әкенің батасы қабыл болсын деп бір әумин деп қойсаңыздар артық болмайды. Ал енді ардақты ағайын, қос қашық ортада бәз-бір асабалар ұсап, ортаға келген жастарға айдан көктен жерден жұлып алғандай бет-албат сұрақ қойып, мазасын алайық деп тұрған жоқпыз ағайындар. Қос тастан қос қашықтың махаббаты ұзағынан сүйіндіріп, мәңгілік баянды болсын деп, сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ел жасты махаббат өріне жайғастырайық ағайындар. Жақсылық болсын, той құтты болсын.